Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Бүгін жаңа тақырыбымыз органикалық химия пәніне кіріспей, Бутлердің химиялық құрылыс теориясы. Жалпы химия үлкен екі тарауға бөлінеді: биорганикалық химия және органикалық химия болып. Осы уақытқа дейін біз биорганикалық химия бөлімін оқыдық. Бұл бөлімде біз атом құрылысы тарауынан бастап көптеген химиялық заттардың қосылыстардың құрамын, байланысын, химиялық реакциялардың жүру жағдайларын және де көптеген қосылыстардың алыну жолдарын, табиғатта кездесуін, рудаларды, элементтерді, металдар, бейметалдар, тағы басқа көптеген тақырыптарды біз осы уақытқа дейін өттік. Енді біз органикалық бөліміне келеміз. Органикалық химия ол жалпы алған кезде көміртек және сутек атомдарынан құралған химиялық қосылыстар болып есептелінеді. Қазіргі таңда 18 миллионнан астам органикалық заттар белгілі. Органикалық заттарды ең алғашқы кезде тірі ағзалардан алынады деп есептелген. Қазіргі таңда білім ғылымның дамуына байланысты органикалық химияны жасанды және табиғи заттар деп бөлуге болады. Жасанды және табиғи. Қазір мен сіздерге демонстрация көрсетейін. Соған қарап, органикалық химияны тағы да бір толық тыңдап алайық. Органикалық химия деген атау 9 ғасырдың ортасында барлық қосылыстар тек өсімдік және жануар ағзаларынан алынғанда ғана пайда болды. Органикалық химия бұл көміртегінің қосылыстарын, немесе оны басқаша көміртегі қосылыстарының химиясы деп те атайды, зерделейтін ғылым. Көміртек элементінің ерекшеліктері. Органикалық химияны сонымен қатар көмірсутектер мен оның туындыларының химиясы деп атайды. Қаныққан көмірсутегі молекуласынан бір сутегі атомын алғанда, көмірсутек радикалы, әдетте R әрпімен белгіленеді деп аталатын бір валентті қалдық алынады. Мысалы, метан радикалы метил CH3 болады. Ол фтор атомымен қосылып, фторлы метил CH3 фтор түзуі мүмкін. Немесе гидроксил тобымен OH метил спиртін CH3OH түзеді. Немесе басқа да осындай радикалмен этан CH3 CH3 және тағы басқалары түзуі мүмкін. Бұл қосылыстар көмірсутектер туындылары деп те аталады. Олардың RX формуласымен белгілеуге болады. Мұндағы X радикалымен R байланысқан атом немесе атомдар тобы. Бірақ ол азот оттегі және басқа да көміртектік емес атомдары бар. Саны көп атомдардан құралған күрделі органикалық қосылыстарды қамти алмайды. Сондықтан да органикалық химия жиі көміртектік қосылыстар химиясы деп те анықталады. Барлық органикалық қосылыстар көмірсутегі қаңқасының табиғатын байланысты А циклді және цикл деп бөлінеді. А циклді емес тізбекті қосылыстарды сонымен қатар майлы немесе алифатты деп те атайды. Циклді қосылыстардың ішінде әдетте молекуласында көміртегі атомдарынан сақина түзетін карбоциклді және гетероциклді сақинасында көміртегінен басқа элементтер, оттегі, күкірт, азот және тағы басқа атомдары бар молекулаларға жүктеледі. Карбоциклді қосылыстары алициклді қаныққан және қанықпаған қасиеті бойынша алифатты және ароматты деп бөлінеді. Көптеген органикалық қосылыстар құрамына көміртегі N сутегінің басқа да элементтері оның ішінде функционалдық топ түрінде осы топ қосылыстарының химиялық қасиеттерін анықтайтын атомдар тобы кіреді. Осы топтардың болуы көрсетілген органикалық қосылыстарды кластарға бөлуге және оларды зерделеуді жеңілдетеді. Кейбір маңызды функционалдық топтар мен оларға тән қосылыстар класы. Органикалық химия адамзаттың өмірі мен тәжірибелік әрекетінде
үлкен роль атқарады. Органикалық заттарды өндіру немесе органикалық шикізатты өңдеу, каучук өндірісі, резиналар, шайырлар, пластмассалар, талшықтар, мұнай химиясы өнеркәсібі, тамақ, фармацевтикалық, лак бояғыш заттар және тағы басқа өндірістің маңызды саласы болып отыр. Біздің ғасырда жасанды жоғары молекулалық қосылыстар, полимерлер өндірісі аса маңызды. Ал енді бұл видеодан көргеніміздей, органикалық химиядағы көптеген жасанды полимер заттарының барлығы біздің өмірде өте маңызды роль атқарады екен. Органикалық химия ол өзі бағанағы кестеде көрсетіп кеткендей қаныққан және қанықпаған органикалық қосылыстар болып бөлінеді екен. Енді келесі қосылысымыз тақырыбымыз Өткен ғасырдың екінші жартысында 1861 жылы Бутлеров ұсынған органикалық қосылыстардың химиялық құрылыс теориясы көптеген ғалымдардың жұмыстарымен, оның ішінде Бутлеровтың ізбасарлары және оның өзінің зерттеулерімен дәлелденді. Оның негізінде оған дейін түсіндірілмеген изомерия, гомология, органикалық қосылыстардағы көміртегі атомдарының 4 валенттілігі секілді көптеген құбылыстарды түсіндіру мүмкін болды. Теория сонымен қатар өзінің прогноздық функциясын атқарды. Оның негізінде ғалымдар әлі белгісіз қосылыстардың барын болжады. Олардың қасиетін сипаттады және оларды ашты. Химиялық қосылыстардың құрылыс теориясының негізгі қағидалары. Атомдар молекулада белгілі бір ретпен олардың валенттілігіне сай қосылады. Көміртегі 4 валентті. 4 валентті көміртегі атомы бір-бірімен әртүрлі тізбектер түзе байланысады. Көміртегі атомының молекуладағы байланыс реті әртүрлі болады. Және көміртегі атомдарының бір немесе қысқа, қос және 3 ковалентті химиялық байланыстың түріне байланысты. Заттардың қасиеттері олардың сапалық және сандық құрамына ғана байланысты емес, олардың молекуладағы құрылымына да байланысты. Бұл жай изомерия құбылысын түсіндіреді. Құрамы бірдей, бірақ химиялық немесе кеңістік құрылымы әртүрлі. Соның нәтижесінде қасиеті әртүрлі заттар изомерлер деп аталады. Изомерия түрлері: құрылымдық, көміртегі қаңқасының изомериясы, орындық изомериясы, гомологтық қатар изомериясы. Кеңістіктік, цис, трансизомерия. Құрылымдық изомерия заттар молекуладағы атомдар байланысының байланыс ретімен ерекшеленеді. Көміртегі қаңқасының изомериясы, орындық изомериясы, қысқа байланыс, орын басушылары, функционалдық топтың орын изомериясы, гомологтық қатары, топаралық изомериясы. Кеңістік изомерия заттар молекуласы атомдар байланысының ретімен емес, кеңістіктегі орнымен анықталады. Цис, трансизомерия, геометриялық. Заттардың қасиеті молекуладағы атомдардың өзара әсер етуіне байланысты. Мысалы, сірке қышқылында сілтімен реакцияға сутегі атомының 4-еуінің 1-еуі ғана түседі. Осының негізінде сутегінің тек бір ғана атомы оттегімен байланысқан екенін болжауға болады. Басқа жағынан, сірке қышқылының құрылыс формуласынан онда жылжымалы бір ғана сутегі атомы бар екені, яғни оны бір негізді деп қорытынды жасау. Ал бүгінгі тақырыбымызда біз органикалық химияға кіріспей, органикалық химия дегеніміз не және Бутлеровтың құрылыс теориясымен таныстық.